Бүгін біз сіздерге 2009 жылы шыққан «Ену вторжение» фильмі туралы айтып береміз. Барлығы кеңсенің өрмекшінің торындай болып қапталған көрінісінен басталады. Оған дейін Купер жұмысқа асығып бара жатқан еді. Алайда ғимаратқа кіре салысымен басшысы оны жиі нашар жұмыс істегені туралы шағымдар салдарынан күтіп отырғанын, жұмыстан шығарылуы мүмкін екенін хабарлайды. Бірақ осы сәтте бәрін тоқтатқан қорқынышты шыңғыру естіледі. Купер есін жиған кезде өзін болашақта өрмекшінің торына оралған күйде табады. Бірнеше метр жүрген соң, оған алып қоңыз шабуыл жасайды, дегенмен Купер өзін қорғай алады. Кеңсені аралап жүріп, ол басшысын байқап, оны тез арада құтқарып алады. Ол да не болғанын түсінбей дал. Ғимараттан шыққанда, сыртта да адамдардың торға оранғанын көреді. Басшысының қызын көрген Купер торды жыртып үлгереді, бірақ Маринаны жәндіктер сүйреп әкетеді. Қашып құтылуға тырысқан дуэт темір бөшкені құлатып алады, оның дауысы жәндіктерді тартады. Сара қоңыздардың дыбысқа реакция беретінін түсінеді. Ол дауылды қосқанда барлық қоңыздар көлікке қарай жүгіріп кетеді. Олар кафеге тығылғанда торға оранған адамдардың бірі есін жиып, Сараны ұстап алады. Алайда жүгіріп келген қоңыз олардың назарын бөліп, оны жоюға мәжбүр етеді. Содан кейін олар кафеде болғандардың бәрін босатып, топтары Синди, Альберт, Лич, Роджер, Пейдж және бір полицеймен толықтырылады. Әрқайсысы құтылу жоспарын ойластырады. Роджер жүк көлігін басып алып, қаладан қашуды ұсынады. Бірақ Сара бұған қарсы, себебі шу қоңыздарды тартады. Роджер оған мән бермей, Пейджбен бірге көлікке мінеді. Арада 1 минут өтпей-ақ қоңыз шабуыл жасайды. Пейдж қаза табады, ал Роджерді қоңыз алып кетеді. Азаматтарды қорғау үшін полицей оқ атады, бірақ қоңыз тым төзімді болып, полицейді өлтіреді. Ал Альбертті артынан шағып алады. Тірі қалғандар жақын маңдағы ғимаратқа тығылып, төбесіне көтеріледі. Ол жерден олар қызыл түтіннің бағанын және басқа жаққа қарай ұшып бара жатқан қоңыздардың алып бұлтын көреді. Купер не істеу керегін сұрайды. Ол әкесіне жетуді ұсынады, өйткені оның өмір сүруге қажет ресурстары бар бункері бар. Бірақ ойларын біреудің әрекеті бөліп жібереді. Біреуі теорияны тексеру үшін шатырдың ортасына шығып қолын бұлғайды. Қоңыздар жанынан ұшып өтеді. Осылайша олардың соқыр екенін және тек дыбысқа бағдарланатынын түсінеді. Кассетаны қосып, олар қоңызды тұзаққа түсіріп, есікті жауып тастайды. Лич қоңыздан у алуды ұсынады, бұл оңай жүзеге асады. Лич үлгіні зерттеп жатқанда, тірі қалғандар жарық өшкен сәтте не болғанын талқылайды. Белгілі болғандай, сол кезде әрқайсысы бірдей шыңғыруды естіген. Біраздан соң Лич удың тыныштандыратын әсері бар екенін айтады. Ол қызыл нүктелерден тұрады, дәл қала сыртындағы түтін сияқты. Түн ортасында Куперді Синди тауып алып, өзінің теледидарда жұмыс істейтінін айтады. Олар сол жерге барып, тірі қалғандармен байланысуға болатынын айтады, бірақ ол жаққа тек екеуі ғана баруы керек. Бұл Куперге онша ұнамайды. Жаңа күн туады. Тұтқынға алынған қоңыз қатты айқайлай бастайды, сондықтан тірі қалғандар оны жояды. Басқа қоңыздар жақындап келеді деп ойлап, олар жинала бастайды. Бірақ Лич кетуден бас тартады. Оның жоспары бойынша ол басқа ғалымдарды босатып, бірге құтқару жоспарын жасауы керек. Кейін олар Альберттің үйіне жетіп, мылтық алады. Келесі аялдама Синдидің үйі. Кенет үйден оның ағасы шығады. Ол қоңызға айналған, қолында адам бар. Синди ағасын есіне келтіруге тырысады, бірақ ол адамдық қасиетін толық жоғалтқан еді, сондықтан Хьюг оны жояды. Түн болғандықтан, олар сол үйде қонуға шешім қабылдайды. Сол жерде Купер қалжыңдап, жер бетінде осындай жағдай болғанын әрқашан армандағанын айтады. Ол Сара сияқты қызбен бірге әлемді қайта қоныстандырғысы келетінін меңзейді. Осы кезде Альберттің жағдайы нашарлай бастайды, бірақ ол ешкімге айтпайды, тек Сарадан ұлына қамқор болуын өтінеді. Жаңа күн туады. Топ қызыл түтінге жақындай түседі. Сара оның көптеген қоңыздардан шығып жатқанын, яғни бұл олардың ұясы екенін болжайды. Ал анасы сол жаққа әкетілгендіктен, ол міндетті түрде баруы керек. Купер оны құтқару мүмкіндігі жоқтың қасы екенін түсіндіруге тырысады, бірақ Сараны бұл тоқтатпайды. Көпірге жеткенде, олар қоңыздарды байқап, дыбыс шығармай қатып қалады. Алайда Синди Купердің Сараны ұстап тұрғанын көргенде, өзін ұстай алмай қалады. Мұны қоңыздар байқайды. Адамдар Синдиді тыныштандырмақ болады, бірақ нәтиже болмайды. Сол сәтте Альберт оқ атады. Ол мұны құтылудың жалғыз жолы деп есептейді. Қоңыздар шабуылға көшеді. Альберт олардың бірін жояды, бірақ артынан тағы бірі шабуыл жасап, ол мылтығын түсіріп алады. Купер оны іліп әкетіп, Альбертті құтқарады. Атылған оқтың даусына тағы бір қоңыз келіп, Куперді құлатып кетеді.
Сара көмекке жүгіргенде, қолында тек күрекше ғана болғандықтан, Холмс оны ұстап алып кетеді. Біраз уақыттан соң тірі қалған үшеуі Купердің әкесіне жетеді. Ол әлі тірі екен және өз итін іздеп жүр. Сол кеште Альбертке жағдай одан әрі нашарлап, ол Купердің әкесіне ұқсайтын өрмекші тектес жәндікке айналады. Хьюга енді оның өз әкесі емес екенін түсініп, бірнеше рет оқ атады. Дауысқа басқа да қоңыздар жүгіріп келеді, бірақ олармен тез арада күресіп, таниге былғанып қалады. Сосын олар басқа бөлмеге қашады, ол жерде өрмекші ит отырған еді. Соған қарамастан, бәрібір бункерге жетеді, ал ер адам ең басында жарықты өшіреді. Купер жұмысқа асығып бара жатып, жол көлік апатына ұшырай жаздайды. Көлікті Сара жүргізіп келе жатқан болатын. Купер оған егер бірдеңе болып қалса деп, телефон нөмірін берген еді. Дәл осы себептен Купер Сараны таныс адамдай қабылдады. Жаңа күн туады. Үшеуі бірге таңғы ас ішеді. Ер адам радиодан ештеңе берілмей жатқанын айтады, бәлкім үкімет енді жоқ шығар. Бұл бір ғана нәрсені білдіреді, олардың өмірі өз қолдарында. Сол себепті ол әскери форма таратып, қауіпсіз аймаққа баратын жолды жоспарлайды. Бірақ Куперді бұл қызықтырмайды. Оның бар қалағаны Сараны құтқару. Үйден шыға салысымен, оның жолын қарулы бір ер адам бөгеп, тордың артына қамайды. Ұсталғандардың бірі полиция барлық адамдарды жұқтырған деп санайтынын айтады. Ол қоңыздарды жоюға арналған арнайы топтың құрамында болған, бірақ бәрі сәтсіз аяқталған. Ал сол уақытта бір ұяда Сара есін жияды. Купер адамдарды жұқтырмағанын тексеру тәсілін айтады, тек олардың арқасына қарау жеткілікті. Сөйтсе, Купердің әкесін шағып алған екен, ал тордағы қарт адам өрмекшіге айналады. Полиция оқ жаудырып, өрмекшіні жояды, бірақ Купердің әкесіне күштері жетпейді. Кетер алдында олар бүкіл арсеналды, соның ішінде жарылғыш заттарды да алып кетеді. Жол бойы Итан көршісінің итін құтқармақ болғанда өзін шағып алғанын айтады. Итандың жағдайы нашарлай бастайды, ол өзінің уақытының аз қалғанын түсінеді. Ол ұлын ағашқа байлап, өзі Каконға қарай бет алады. Хьюга Куперді босатып, екеуі Итанның соңынан кетеді. Осы уақыттың бәрінде сарадасып кезіп жүрген еді. Жанында біреу дыбыс шығарған сәтте ол соққы жасайды. Сөйтсе, ол Итан болып шығады. Сара королеваны көргенін айтады, бірақ олар сол жерге жеткенде, королева жоғалып кеткен болады. Жоғары қараған сәтте, Итан шабуылға келе жатқан королеваны байқайды. Атылған оқтардың дауысын Хьюга мен Купер естіп, күштерін біріктірген соң, королеваны жеңуге қол жеткізеді. Алайда Итанды құтқару мүмкін болмайды. Фильм аман қалған үшеудің жеңіске қуанып, жолыққан барлық адамдарды босата бастаған сәтімен аяқталады. Бірақ Хьюга алда бір нәрсені байқайды, алайда оның не екені жұмбақ күйінде қалады. Сіздермен бірге кино арнасы болды. Бұл фильмді қалай бағалайтыныңыз бізге өте қызық. Пікірлерде жазыңыздар немесе жай ғана қызықты бірдеңе ұсыныңыздар. Жақын арада қайта көріскенше сау болыңыздар.